Сәлем достар, қаңтар ұбт-ға дайындық 3-ші бөлім. Тағы да қайталап айтамын, достарыңызға таратуды ұмытпаңыздар, және де өздеріңіз көріп отырып, мына есептерді жазып жаттап алыңыздар. Және де оқушылар 3 есеп, 3 формула. Яғни бұл жерде қолданылатын формула ертең қаңтар ұбт-да келуі мүмкін. Сондықтан қазірден бастап әдемілеп түртіп жазып отырыңыздар. Ал кеттік, біз бастаймыз. Енді бізде y тең x квадрат плюс 4 берілген, және де y тең 2x квадрат берілген, x тең 0, x тең 2. Сызықтармен шектелген фигура ауданының сан мәні жатқан аралықты табыңыз деген. Қараңыздар оқушылар, бізде бұл мынандай формуламен табылады. Мынау бізде x1, ал мынау бізде x2. Төбесінде үлкені, астында кішісі үлкені деп жазып қояйын. Одан кейін мына жерде f at x1 азайтылған f at x2. Екі функцияны бір-бірінен азайта саламыз. Сонда бізде мынандай формула шығады. Қараңыздар оқушылар, міне жыланын салып аламыз. Одан кейін 0 мен 2-нің арасы, яғни 0-ге тең, ал мынау 2-ге тең. Потом, мынаны біз f at x1 деп алсақ, мынаны f at x2 деп алсақ, екеуін бір-біріне азайтып жібереміз. 2x квадрат азайту x квадрат плюс 4 деп алайық. Плюс 4, енді 0 мен 2-ні қайттан салып аламыз. Неге? Өйткені біз мынаны есептеп алу керек. 2x квадраттан 1x квадратты азайтсақ, әрине x квадраттың өзі шығады. Мынау керек емес. Одан кейін азайтылған минус 4 болып кетеді, x квадрат минус 4 болады. Енді оқушылар, мынаны шешу үшін біз бетеміз. X квадраттың интегралын табу үшін дәрежесіне 1 қосамыз, оған бөліп жібереміз. X-тің кубы бөлінген 3 болады. X куб бөлінген 3 болады. Келесі минус 4x болады. Яғни санның өзі болса x-ке көбейтіп жібереміз. Мына жерде 0, мына жақта 2. Бірінші 2-ні қойып шығамыз. 3 2-нің кубы азайтылған 4 көбейтілген 2 азайтылған 0 болады. Потому что 0-ді x-дердің орнына қойсақ 0 шығып кетеді. Сонда бізде шығатыны қандай болады? Әрине, 3-тен 8. 3-тен 8 азайтылған 8. Ортақ бөлім береміз, 3-тен береміз. 24, 8 азайту 24. Неше болады? 16. Минус 16 бөлінген 3 болады. Бұл оқушылар модульде болады. Яғни, мына жерден ешқашан теріс сан шықпайды. Если теріс сан шығып кетіп жатса, осылай модульге алып жібересіздер. Сонда 3-тен 16 болады. Бұл дегеніміз 5,3-тен 1-ге тең ғой, бұл жетсе. 5,3-тен 1. 5,3-тен 1. Ол мынау келеді, аш жауабы. Яғни мәні жатқан аралық 5 пен 7-нің арасында 5,3-тен 1 кіреді. Одан кейін мынау тоже кіреді. Неге? Өйткені мынау тік жақша тұр, 5,3-тен 1-де. Одан кейін мынау кірмейді, мынау кірмейді, мынау кірмейді. Одан кейін қалған жауаптар бола алмайды екен. Получается осы екі жауап болады. Оқушылар, келесі бізде теңсіздіктер жүйесін шешіңіз деген. Түбір астындағы өрнеге екі жағын істейміз, әрине квадраттаймыз. Екі жағын бетіп квадраттап жібереміз. Сол кезде x плюс 4 кіші болады, 25 болады. X плюс 4 кіші 25. Ал мынау x кіші 21 болады. Енді оқушылар, бұның анықталу облысы бар. Түбір астынан теріс сан шықпайды. Сондықтан бізде мына жерде x плюс 4 үлкен не тең 0-ден деп аламыз. Өйткені бізде түбір астынан теріс сан шықпайды. Тағы да қайталап айтамын. x үлкен минус 4-ден. Келесі оқушылар, мынау екі жағын тоже квадраттаймыз. Квадраттаған кезде 2x үлкен не тең 0-ден шығады. Бұл жерден x үлкен не тең 0. Екі нәқа бөлу болып барады. Енді бұның анықталу облысы, яғни түбір астынан теріс сан шықпайды. 2x үлкен не тең 0, x үлкен не тең 0. Тура сол шығады. Енді біз не істейміз? Әрине 2
екі нені сызып аламыз, екі аралықты салып аламыз, біреу, мынау екіншісі. Так, қараңыздар оқушылар, мынау x 21-ден кіші, минус 4-тен үлкен. Так, мынау минус 4-тен үлкен, бірақ 21-ден кіші. Получается, минус 4 пен 21-дің арасы болады. Осылай әдемілеп демес, батшытқып салып тастайын. Так, келесі, мынау x үлкен 0-ден. Так, мына жерде 0 орналасқан, үлкен 0-ден оң жақ қарай кете береді. Екеуінің қиылысқан шетін табу үшін не істейміз? Екеуіне де ортақ аралықты сала саламыз. Так, 0 и 21. Сонда 0-ден бастап 21-ге дейін. Так, бұл жерде 0-ды қабылдай ма? Әрине қабылдайды. Өйткені мынау үлкеніне тең белгісі бар. Так, 0 тік жақша болады, 21 бізде жай жақша болады. Ондай жауап бізде жауабында тұр екен. Келесі. Так, бұл мәтіндік есеп оқушылар, именно жұмысшыға байланысты есеп. Так, бір сиыр мен бір қойды дайындалған шөпті бірлесіп 8 күнде жеп тауысады дейді. Сиыр бір күнде қойдың 2 күнде жейтін шөбін жеп тауысатындығы белгілі. Дайындалған шөпті сиыр жалғыз неше күнде және қой жалғыз неше күнде жеп тауысатынын табыңыз деген. Қараңыздар оқушылар, егер де мына жерде айтады, мынаның общий формуласын айтып жіберейін. Бірінші, сосын есепті шығара береміз. 1 бөлінген x қосылған 1 бөлінген y тең болады 1 бөлінген t. Бұл формула андай формула ғой. Екі жұмысшы бірігіп бір жұмысты істеді, екеуі 5 сағаттың ішінде бітірді деген сияқты. Мынау бірінші жұмысшы, мынау екінші, мынау бірігіп істеген кездегі бітірген уақыттары. Тура сол сияқты мынау сиыр бірінші жұмысшы, қой екінші жұмысшы, мынау 8 күнде бітіреді екеуі. Получается, қараңыздар, 1 бөлінген x қосылған 1 бөлінген y тең болады 1 бөлінген 8. Сонда екеуі бірігіп 8 күнде бітіреді. Енді сиыр 1 күнде қойдың 2 күнде жейтін шөбін тауысады дейді. Получается, x тең болады 2y болады. Бұл жердегі y дегеніміз ол сиырдікі, ал x дегеніміз ол қойдың жеп тауысатыны. Мынау қой сиырға қарағанда 2 күн короче жеп тауысады. Яғни сиыр қойға қарағанда 2 есе тез жейді ғой, короче. Енді қараңыздар оқушылар, мынау x тең 2y қоя, біз тұрамыз да, короче. Мынау x-тің орнында, мынау 2y-ді апарып қоя саламыз. Сонда былай болады есеп. 1 бөлінген 2y тең болады 1 бөлінген, тең деп бұны қосу арасы, кешірім сұраймын. Так, 1 бөлінген y тең болады 1 бөлінген 8. Так, қараңыздар оқушылар, мынау ортақ бөлім бере саламыз. Наяқтан мынау бізде 2-ден береміз, наяққа 1-ден береміз. 1-ге 2 қоссақ, әрине 3 болады. 3 бөлінген, мынаны бүйтіп қойын. Так, 3 бөлінген 2y, общий 2y тең 1 бөлінген 8. Енді осы жерден пропорция ала саламыз. Былай и былай. Так, 3 жердегі 8-ім қанша? 24. 24 тең болады 2y. Ал осы жерден y табу үшін не істейміз? Әрине 24-ті 2-ге бөле саламыз. 24-ті 2-ге бөлсек 12 болады. Сонда y 12-ге тең, мына y-дің орнына 12 қойсақ, x 24-ге тең. Сонда қой бізде 24 күнде бітіреді, ал сиыр болса 12 күнде бітіреді екен. Жалғыз өзі жемді, жаңа шөпті тауысып бітсе. Сонда жауабы 12 или 24 болады. Так, келесі демей қойын, 3 есеп бітті. Құрметті оқушылар, 3 есеп жалпы түсінікті болса, барлығыны сұрақ жоқ болатын болса, және де 3 формуланы түсінсеңіз, онда комментарийге 3+ деп кетіңіз. Және де өзіңіздің достарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Жақсы, сау, саламатта.